Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, өте әдемі шашылып пісетін палаудың құпиясымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде менімен бірге дайындаңыз. Палауға қажетті ингредиенттердің барлығын алдын ала аршып, жуып, тазалап алдым. Содан соң осылай ұсақтап, турап дайындап қойдым. Ең алдымен майды құйылған табаны алдын ала қатты етіп қыздырып аламыз. Май қатты қызған уақытта оған сәбізімізді салып, барлығын жақсылап осылай қуырып аламыз. Сәбіздеріңіз әдемі болып пісуі үшін майдан қатты қызғаны маңызды. Жылы күйінде салмаңыздар, тек қана қатты қызған уақытта ғана саламыз. Содан соң осылай сәбізді толығыменен қуырып алғаннан кейін оны майдан сүзіп шығарып аламыз. Енді жаңағы турап қойған етімізді де қызып тұрған майға салып, барлығын араластырып, жақсылап қуырамыз. Мен қақпағын міндетті түрде жауып қуырамын, себебі еттің өзінде осылай сұйықтық бөлінеді. Сол сұйықтықтың барлығы толықтай тартылғанша осылай қақпағын жауып, бір рет араластырып, содан соң қайтадан қақпағын жауып, тағы да бірнеше минут қуырамыз. Қақпағын ашып, тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қақпағын жаппай ары қаратай тағы да бірнеше минут қуырамыз. Еттен шыққан сұйықтықтың барлығы видеода көрсетілгендей болып, толығыменен тартылып, қуырылуы керек. Сол кезде еттеріңіздің дәмі өте дәмді болып шығады. Суы толығыменен тартылғаннан кейін барып, жаңағы туралған пиязымызды салып, барлығын тағы да жақсылап араластырып аламын. Бірнеше минут қуырамын. Кейбір рецептерде палаудың қызарып шығуы үшін ең алдымен пиязды қуырып жатады. Ал менің рецептімде мен ең алдымен сәбізді қуырып аламын. Себебі сәбіздеріміз өте әдемі болып қуырылып, езілмей пісу үшін сәбізді ең алдымен қуырып алғандарымыз жақсы. Ал палауды қалай қызартатынымыз туралы біраздан кейін айтамын. Міне осылайша сәбізді де салып, барлығын жақсылап тағы бір рет араластырғаннан кейін дәміне қарай тұздың және кішкене паприка қосамыз. Содан соң кішкене 2-3 тал сарымсақ тісшелерінде осылай ұсақтап турап, оны да қосып, барлығын жақсылап араластырып аламын. Барлығын қуырып алғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Міндетті түрде су қайнаған ыстық болуы керек. Содан соң осылай бір рет араластырып, қақпағын жауып, су әбден қайнаған уақытта астын кішкене басамыз. Жай отта қайнатамыз. Қазанымыз қайнағанша күрішті алып, таза суда бірнеше рет суымыз тазарғанша осылай жуып аламыз. Менің пайдаланған күрішім камалина деп аталады. Сіздер кез келген өздеріңізге ұнайтын күріш түрін пайдалансаңыздар болады. Өзім осы күрішті бірнеше жылдар бойы қолданып келемін. Енді табаға сұйық майды құйып, оны қатты отта қыздырып аламыз. Майымыз қатты қызған уақытта жаңағы жуылған күрішімізді қызып тұрған майдың үстіне саламыз. Бірнеше минут осылайша қызып тұрған майда күрішті қуырамыз. Оны үнемі араластырып отырамыз. Себебі араластырмай қалатын болсақ, оның асты күйіп кетуі мүмкін. Асты күймеу үшін оны үздіксіз осылай араластырамыз. Күріштің көлемі кішкене ұлғаяды. Осылай істеуіміздің себебі күрішімізді пісірген уақытта күрішіміз езілмей, тал-тал болып әдемі пісуі үшін дәл осылай қуырып алғандарыңыз жақсы. Сол кезде күріштеріңіз езілмей, біркелкі әдемі болып пісіп шығады. Шамамен 2 минут өткеннен кейін күрішіміздің дайын болғаны біліне бастайды. Оны осылай араластырған уақытта күріштеріміз жан-жаққа шашыраңқы болып тұрады. Күріштің езілмей пісуі сонымен қатар оған құйылатын суға да байланысты. Мысалы 2 кесе күрішке 3 кесе ғана су құйылады. Немесе менікі сияқты 3 кесе күрішке 4 кесе су құйылады. Ал біздің қазанымызды қарайық, ол осылайша қайнап етіміз толығыменен пісті. Енді оған жаңағы қуырып алған күрішімізді саламыз.
Осылай қасықпенен бетін біркелкі етіп тегістеп жайғастырып аламыз. Күрішіміздің барлығы судың ішінде батуы керек. Қазір осыған шамаменен 1-2 сантиметрдей суды құямыз. Яғни күріштерімізге құйылатын судың мөлшері бұдан аспау керек. Егер көп артық құйып жіберетін болсаңыздар, күріштеріңіз езіліп кетуі мүмкін. Енді қасықтың шетіменен осылай орталарын тесіп шығамыз. Үстіндегі суымыздың барлығы түбіне қарай түсіп, күрішіміз біркелкі болып пісу үшін қажет. Бетін жауып, суы тартылғанша бетін ашпай пісіреміз. Шамамен 30-35 минуттай піскеннен кейін біздің суымыздың барлығы толықтай тартылып, күрішіміз пісіп шығады. Күрішті пісірген уақытта оның қақпағын ашпай, ауа кіргізбей пісіреміз. Видеода көрініп тұрғандай күрішіміз бірнеше есе ұлғаяды. Тағамға қосылған паприканың арқасында күрішіміз осылайша сарғайып, өте әдемі болып пісіп шықты. Сіздер де паприка қосудан қорықпаңыздар, ол ашты дәм бермейді. Керісінше күріштеріңізге әдемі қызыл реңкті беріп тұрады. Сол себептен паприканы қосып дайындап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнайтынына сенімдімін. Күріштеріңіз осылайша әдемі, біркелкі, шашыраңқы, тал-тал болып піседі. Осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Өзім осы рецептпен жылдар бойы дайындап келе жатырмын. Өте керемет болып шығады. Дәмі деген тіл үйреді. Сіздер де дайындап отбасыларыңызға, қонақтарыңызға дайындап көрсеңіздер болады. Бір рет дәл осы рецептпен дайындап көргеннен кейін басқа рецепттермен пісіргілеріңіз келмей, тек қана осы рецептпенен ғана дайындайтын боласыздар. Міне күріштеріміздің барлығы осылайша шашыраңқы әдемі болып шығады. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Гүлім. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға алғыс білдіремін. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, жаңа видео рецепттерді жіберіп алмау үшін қоңыраушаны баса кетіңіз. Және видео сіздерге ұнап пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын, назарларыңызға рахмет.